Осыдан 13 жыл бұрын кешке Қазақстан арнасынан шедевр басталды. Шыңғысхан Темучин. Оның екеуі бір адам емес па? Шыңғысхан. Сериал сатқындықтан басталады. Ол қалай? Әмбағай хан құда түсуге басқа тайпаға барады. Олар болса, оны қытайлықтарға ұстап береді. Сендік қытайлықтар ежелгі римдіктерге еліктеп, плагиат жасап, оны ағашқа қағып өлтіреді. Ал осы жерден оқиға басталады. Меркіттерден татарлар құйтырқы әрекетпен қалыңдықты алып қашып бара жатқан кезде Ясугай келіп, бұл менің жерім, демек әйел де менікі дейді. Артынша Ясугай ұлынға үйренеді. Төбелес болмаған той қызық емес деп татарлар шабуыл жасайды. Ертесіне Тарғұтай Ясугайға татарларға тос бермеген соң ренжіп төбелес шығарды дейді. Жаба аузыңды оңбаған. Осылайша жауласу басталады. Татарларды талқандап қосынға оралған соң қан ұстап басты кейіпкер дүниеге келеді. Бұнда атадан балаға біздегідей кредит емес, кек қайтару қалады. Ақтарым бұл қанды қарызды мәңгі ұмытпайды. Кек алмай қоймайды. Осы қан қарызы менің үрім бұтақтарымның мәңгесінде. Сол татарлардан қанды кегімізді қайтарайық. 9 жылдан соң Темужинде дос пайда болды. 3 рет күресіп, 3 рет анышып, ақыры жауласып тынады. Темучин үлкен болдым деп ойлап, Ясугай әкесімен бірге көрші тайпаға құда түсуге барады. Қайтып келе жатқанда тұраққа тұрақтап, атасынан қалған кекті қайтарайын деп, қымызға у салып, өлең айтып ішкізіп өлтіреді. Апырай, осы сенің тіліңнің айтшысын ай. Негізі бар ғой, бұнда құда түсуге барғанда абайламасаң, шегеге қағып, тақтан тайдырып, у салып өлтіреді. Сондықтан ғой мен әлі үйленбедім. Ойын айтып кеттім. Не дейді тағыдай ау? Кеттік ары қарай. Ясугай өлген соң сатқындықтың көкесі басталады. Тайпалар бытырап, әркім өз жөніне кете береді. Алдағы 10 жылдықта ауыз толтырып айтар оқиға жоқ. Тек Темучин інісін байқамай әдейі өлтіріп қояды, сөйтіп Тайшығұттың киіз үйінде отырып шығады. Ол жерден қашып шығып, тәжірибе жинап, өз тайпасын жинай бастайды. Киіз үйім бар, көлік атым бар, қора толы мал, үйлену керек. Сөйтіп барып, бөртені алып келеді. Қане, кім біледі ары қарай не боларын? Я, кек қайтарғыштар бөртені ұрлап кетеді. Айттым ғой үйленгенде абай болыңдар деп. Темужиннің күші жетпеген соң братанынан көмек сұрап барады. Керейлерге барады. Ал олар болса наймандармен бірге батысқа еріктеп кетіпті. Оттапсың. 8 серияға енді келдім. Әлі 22 серия бар. Сағатқа созылып кететініне қаралдым. Ең маңызды жерлерін айтып өтейін. Темучин барлық моңғол жеріндегі қарсылас тайпалардың барлығын дерлік жеңіп, басын біріктіріп, Шыңғысхан атанады. Өз хандығында темір тәртіп орнатып, қасына атағы тегіне емес, еңбегі бар адал нөкерлерді жинайды. Көк тәңір. Біреу өзенге кір жуып жатыр. Ұстап әкеліңдер оны. Сенің есің дұрыс па? Өзенге кір жуған нес? Тазикке жумайсың ба? Ол не? Тазик, шылаушын, леген, астау. Енді өзенге кір жума. Себебі? Ауылда ауызсу жоқ. Арықтан су ішіп отырмыз. Күндіз мал жеп, түнде біз жеміз осуда. 500 түйе көтерген Алиэкспресспен кеткен тауарларды хорезмдіктер тартып алады. Не қыламыз, қахан? Көк тәңірден сұрайын. 3 күн өтті. Ашкөз Қайырхан сен бе? Бергел, күмістен макияж жасап берейін бетіңе. Осы обзорды жасамас бұрын сериалды көріп шықтым. Қызық болғаны сонша бір емес, 2 рет басын аяғына дейін қарап шықтым. 2004 жылы Қытай мен моңғолдар бірлесе отырып түсірген бұл туынды Қазақстанға 2006 жылы келді. ютубта қазақшасы бар және тек қана қазақша көруге кеңес беремін. Себебі керемет атмосфера мен құлағың рақаттана бір марқайып демалып қаласың. Разговор жоқ. Осындай рақаттанып көрмеп едім. Бір жасап қалдым ғой. Егер мен қателеспесем, мына жазу моңғолша емес,
өткен ғасырда Байтұрсынов жасаған араб қарпіндегі қазақша. Бұны Қытайда тұратын қазақ бауырларымыз пайдаланады. ютубтағы дыбысталған видеода сол бауырларымыздікі болуы мүмкін. Себебі диалектикалық кей сөздер байырғы қазақ қолданысындағы сөздермен мен көрген білген аймақта осы сөздер қолданылмайды. Дұрысын білсеңіздер, комментарийде түзеп кетіңіздер. Өз жеке басыма бұл сериалда бәрі ұнады. Өлеңі, кейіпкерлері де есте қаларлықтай. Әсіресе Зелме. Бауырым-ау, сен шамасы ерте құм көрмеген асау болсаң керек. Алдымен қамап қояйын. Менің осы жолғы еңбегім бір әйелді алуға да татымай ма? Оған асықпа. Сенің бұл жолғы еңбегің осындай бір әйелді алуға татиды. Ой, мынаны! Жоғал! Ай, бұл! Шырағым байы құтты болсын. Шай ішіп отырем, желкемнен шығардың ғой. Қарсы алдындағыларды жапырып келе жатқан ана бірнеше өкімдер. Анау немене? Олар не қылмақшы? Олар Энстің подписчиктері. Оған ергендерді шетінен Найзагер батыр. Қанішер бұлаңшы. Тез ат, шырғын қадай! Тез ат! Осы видео бір түмен лайк жинаса, екінші жартысына обзор жасаймын. 走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，悲剧。